микроцитарлы гипохромды анемияның жалғасы. Ол бізде альфа-талассемия. 16 хромосомада альфа-глобиннің делециясының бұзылысы. Соның әсерінен бізде альфа-глобиннің синтезі бұзылады, немесе төмендейді. Осының әсерінен бізде организмде нормада болу қажет осы көріністің біреуі жоғалып отырады. Осы суреттегідей біреуі жоғалып отырады, немесе екеуі, олардың орнын басқа бета немесе гамма гендер алмастыратын болады. Соның әсерінен оттектің тасымалдау күші немесе қабілеті төмендей береді. Ең қарапайымы бізде альфа-талассемия минима. Ол симптомсыз жүреді, яғни асимптомик. Анемияның көріністері болмайды. Яғни 3 альфа гендер оны компенсировать етіп тұрады. Екінші көрініс бізде цис немесе транс. Цис дегеніміз ол бір геннің тұсында, яғни бір геннің жойылып кетуі, оның бета гендермен алмасуын айтамыз. Бұл кезеңде уже гипохромды анемияның көріністері байқалады, бірақ аса күшті қарқында емес. Яғни жить можно дейді, сол секілді. Немесе транс күйінде болады, яғни параллельно жоқ болады, или вертикально альфа гендердің өшуі. Келесі, ол бізде гемоглобин H disease. 3 альфа геннің функциясының бұзылысы бізде гемоглобин H disease береді. Яғни 3 альфаның орнын бізде бетталар жабады, ал бета-глобиндар өз кезегінде бірігіп бізде бета-4 формасын береді. Ол уже организмде өте ауыр соққы, уже микроцитарлы гипохромды анемияның ауыр түріне жатады. Бірақ сәбилерде, мысалы, гемоглобин F бар ғой, ол 6 ай бойы сәбилерді қорғайтын болады. Гемоглобин F, оның ерекшелігі, мысалға, қарапайым адамдарда гемоглобин альфа 2 болатын болса, ол гемоглобин F, гемоглобин альфадан да мықтырақ болады, одан да мықтырақ оттегіні өзіне тартатын болады. Сол арқылы сәби анасынан оттегіні өзіне тартып отырады. Төртінші түрі ең ауыр, яғни гемоглобин барса. 4 альфа-глобиндер бізде өшеді, ешқайсы функционировать етпейді. Олардың орнына бізде гамма формасы, гамма-глобиннің тетрамері пайда болады. Бұндай тетрамер гаммамен адамдар өмір сүре алмайды. Ең талассемияның көрінісі ол target cells. Ол қалай көрінеді бізге? Егер эритроцит болатын болса, ана жері бізде қалың бөлігі, и ортасында тағы да осындай дәл қызыл болып боялады, ал қалған бөлігі бізде гипохромды болады. Немесе картинасын осындай көріністе болады. Осы бізде target cells. Альфа-талассемия кезінде көрініс береді. Егер тағы да сұрақтарыңыз пайда болса, комментария жаза кетіңіздер, лайк баса кетіңіздер.